Есімдіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз. She is younger than. Варианттар көрініп тұр бізде. Бірден қандай дұрыс жауап екенін білуге болады. She is younger than. He болады. Hers келмейді. Біреудің заты соған байланысты. His мұнда келмейді. Бұл біреудің жағдайын айтатын кезде көбінесе қолданылатын есімдік болып келеді. Who қойсақ, ол бұл мүлдем сұраулы сөйлем болып кетеді. Е варианты жалпы келмейді. 13-ші сұрақ. Етістік жұрнағы бірден белгіленіп берген. Қандай сұрақ дұрыс болады, қандай вариант дұрыс болады. Енмен бізде қолданылады етістіктер. Етістіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз. Джон бізде жаңа айтып кеткендей am деген бізде I мен қолданды. I am swimming деп айтуға болады. Бірақ бұл жерде бұл қате вариант болады. John swimmed, ол да келмейді бізде. Оның алдында бізде тұру керек is. John is swimming. Неге is десеңіз, is деген бізде жаңағы he, she, it пен is қолданылады. Жауаптың дұрыс нұсқасын таңдаңыз. You, a present for Bill. Бұл жерде бізде варианты келмейді. Is you сұрағы басының грамматикалық түрде қате болып келеді. Are you варианттары келуі мүмкін. Be деген сұрақ жалпы қойылмайды. Am деп те қоюға болмайды. Am I деп егер қойсақ болады, бірақ бұл жерде бізде көріп тұрғандай you болып тұр. You қойылған соң are you going to buy a present for Bill болады. Мына вариант бізде дұрыс болып келеді. Неге е вариант емес? Өйткені lend деген бұл біреуге уақытша беру. Бірақ бізде present болған соң бұл сыйлық. Сыйлықты Биллға біз уақытша бере алмаймыз ғой. Ол сыйлық беріледі. 16-ші сұрақ. Зат есімнің көпше түріндегі тәуелділік формасын таңдаңыз. Зат есімнің көпше түрде, яғни бізде көріп тұрғандай, апострофтан кейін s тұрады. Тәуелділік. Мысалға girls, books деген сияқты. Біреудің заты біреуге тәуелді болып келеді. Бұл жерде бізде е варианты дұрыс болып келеді. Women. Неге десеңіз, өйткені woman сөзі мысалға. Ол бізде жекеше түрде болып келеді. Мынау women деген көпше түрде. Және де жаңа айтып кеткендей тәуелділік формасы міне s тұр мына жерде. Көріп тұрғанымыздай. Көпше түрі ерекше жасалатын сөз. Trees, lands, houses, mothers, ships. Бұл жерде бізде в варианты келеді. Сан есімнің дұрыс баламасын көрсетіңіз. Варианттарды қарап шығайық. My mother will be. Барлығы бірдей басталады екен. Mother will be 50 into
Şimdi bizde A варианты. Өтірік айтпасам, my mother will be 50 in 2005. Дұрыс жазылу болып келеді мына жақта. Көбінесе сол үшін дұрыс болады. 50 жасына 2005-те толады деп тұр. Болашақ шақта болып тұр ғой. 19-шы сұрақ. Сан есімнің шырайларының дұрыс нұсқасын табыңыз. Kate's marks are. Бірден қандай жауаптар келмейтіндерін көруге болады. Marks are baddest. Қолданылмайды. Бұл жерде ондай жалпы жоқ. Isn't ба не дейміз? Өйткені бізде оның орнына, baddest'тің орнына worst қолданылады. Worst келмейді, өйткені бұл жерде біз көп тұрғандай than деген бар. Than деген бізде салыстырмада comparative болып келеді. Біз біреумен бірдеңені салыстырған кезде he is taller than me деген сияқты. Better деген ондай да жоқ. Бұл жерде біз қолданылатын worse. Ол да келмейді. Bad қолданылмайды. Worse варианты жазып кеткендей дұрыс болады. 20 сұрақ. Сөйлемді аяқтаңыз. Let's have. Ол жерде дұрыс жауап anyone болмайды. Егер болып қалуы да мүмкін, біреу егер қарны қатты ашып жатса, тамақ болмай жатса. Somebody да болмайды. Everything келмейді. Nothing да келмейді. Let's have. Ештеңе жей алмайсыздар ғой. Let's have something to eat. I'm hungry. Everything келмейді. Басқа варианттарда келмейді. Сөйлемді мағынасына сәйкес толықтырыңыз. I be 17 years old next week. Яғни бізде бұл жерде shall B варианты келеді. Қалған варианттар бізде келмейді. Should бұл бізде көбінесе біреуге мысалы ақыл айтып, совет берген кезде қолданылады. Мына жерде бұл факт болып тұр ғой. Келесі аптада 17-ге толамын. Бұл жерде should қолданылмайды. Has да келмейді. I am болады. I am да келмейді. Өйткені бұл келесі аптаны айтып тұр. I am be 17 деген бұндай сөз тіркесі жалпы болмайды. Бұндай сөйлем құрылмайды. Would да келмейді варианты. Shall варианты келіп тұр. 22-ші сұрақ. Сөйлемді толықтырыңыз. Cardiff is the capital of. Cardiff деген бізде Britain емес, England емес, бізде Уэльстің астанасы болып келеді. 23-ші сұрақ. Төмендегі тематикалық топқа жатпайтын сөзді табыңыз. Тематикалық топ дегенде бізде көбінесе осы сұрақтар келіп қалады. Тестілер де келеді. Find the odd one. Жалпы сол сөздерге, варианттарға келмейтін сөздерді табу керек. Мысалға spoon бізде қасық, plate тарелка, glass бізде стакан болып келеді, fork деген бізде шанышқы, head бізде жалпы мына жерге келмейді. Бұл анатомия. Адамның дене бөлшегі, басы. Үстеуді табыңыз. Яғни мына жерде үстеу дегенде
Sunday келмейді. Бұл жай сөз болып келеді. Мысалға күнді болып тұр, күн жарқырап тұр деген сияқты. Cloudy келмейді, windy келмейді. Бұл жерде бізде easily варианты дұрыс болып келеді. Easy варианты келмейді. Бір нәрсенің қалай істелінетін айту үшін осы easy-ға артына ly қолданылады. Көрдіңіздер ме? Y әріпі I-ға ауысады осындай кезде. To go ahead білдіреді. Бұл бізде алға жылжу, жалғастырамыз деген. Мысалы, сабақтарда естулеріңіз мүмкін. Go ahead деген сияқты қолданылады бұл сөз. Жалпы осы, бұл нұсқа бітті осымен. Сіздерге уақыт бөліп видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше барлықтарыңызға сау болыңыздар.